күнәға тәубе етпеу дейді. Істеп жүрген күнәға тәубе етпеу, күнәні істегеннен де жаман дейді. Біз бір нәрсені, бір күнәні әдетке айналдырып, оны әрдайым істеп жүрсек, оған тәубе етпей жүретін болсақ, сол күнәні істегеннен де тәубе етпей жүру ауыр дейді. Сол себепті пайғамбарымыз жаңа айтты ғой, қателесушінің ең жақсысы кім деді? Тәубе етуші деді. Сол үшін мұсылман адам қателеспейді, шалыс баспайды деп айтуға мүлде келмейді. Мұсылман адам да қателеседі, шалыс басады, нәпсісіне беріліп қойып жатады, шайтанның азғыруында кетіп қалып жатады. Бірақ ол лезде не істейді? Өзінің есін жиып, Раббысынан кешірім сұрап, тәубе ететін адам сол ең қайырлы адам дейді Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам. Сол сияқты Джафар ибн Синан деген ғұлама айтпақшы,